16 желтоқсан күні ақш еліндегі орналасқан Қазақстан елшілігінің алдына жиналайын деп жатырмыз. Неге? Өйткені өздеріңіз білесіздер, біріншіден мейрам, тәуелсіздік күні деген сияқты, алайда қазір де тәуелсіздік күні үшін күрес жүріп жатқанын сіздер білесіздер ғой. Ай сайын біреулер қамалып жатыр, саяси белсенділер, журналистер, біздің қоғамның сондай шындық айтатын азаматтары деген сияқты, күнде естіп жатсыздар. 2 күн бұрын, мысалы үшін, Орда KZ сайтының бас редакторы қамалып жатыр. Неге? Ол анау өздеріңізді түсініп отырсыздар ғой, шындық ешқашан жақпайды, ал тақтан ешқашан ешкім кеткісі келмейді деген сияқты. Мінекей, осы елдегі жүрген батыр азаматтарымызды қолдау мақсатында осындай іс-шара өткізетін ойымыз бар. ақш-та жүрген бауырлар, еш нәрседен қорқудың қажеті жоқ. Бұл біздің батырларды қолдау мақсатымыз, бұл біздің халықты қолдау мақсатымыз, бұл біздің борышымыз. Рахмет. Thank you.